Каркаде қызыл күрең түсті сергітетін сусын. Оны Мысырда және басқа да ыстық елдерде барлық аурудан құтқаратын панацея деп санайды, ал бізде бірінші ретте оның жағымды дәмі үшін бағалайды. Каркаде суық және ыстық күйінде әртүрлі қасиетке ие болатындығын бәрі біле бермейді. Ендеше каркаде шайының пайдасы мен зиянды тұстарын ұсынамын. Сәлем достар, сіздермен бірге тек қана пайдалы арнасы. Алдағы жарық көретін пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналға жазылып, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Түріктер таңғы астан кейін бір стакан каркаде ішуді әдетке айналдырған. Дәрігерлердің айтуынша, бұл тегін емес. Күніне бір кесе каркаде ішкеннің пайдасы бар көрінеді. Каркаде дегеніміз кәдімгі шай, бөрі тарақ деген гүлдің кептірілген жапырағы. Соны қайнатып, суытып ішсеңіз, шөл қандырады әрі ағзаға пайдасын тигізеді. Каркаденің құрамында көптеген пайдалы микроэлементтер бар. Мысалы, магнийдің арқасында ол жеңіл тыныштандырушы, түйілуді басатын қасиетке ие және зат алмасуды ретке келтіреді. Сонымен қатар, оның құрамындағы кальций мен фосфор сүйектерді, тісті және шашты қатайтуға және темір қаназдықты болдырмауға көмектеседі. Бұл сусынды ыстық күні қатты теритіндерге немесе тамақтан уланғандарға ішу ұсынылады. Себебі ол калий мөлшерін қалпына келтіруге көмектеседі. Каркаденің құрамында А, С, Р және Б тобының дәрумендері көп. Ол қан тамырлар қабырғасын қатайтуға ықпал етеді. Авитаминоздан құтылуға көмектеседі. Жүйке жүйесін реттейді, күйзелістен қорғайды және көңіл күйді көтереді. Оның құрамындағы барлық микроэлементтер, дәрумендер мен қышқылдар жинағы миға жақсы әсер етеді. Сондықтан бұл сусынды емтиханға дайындалғанда ішуге болады. Каркаде қысымды ретке келтіріп, ағзаның жалпы жағдайын жақсартады. Алайда, одан дайындалған ыстық сусын қысымды көтереді. Суық сусын қысымды төмендететінін ескеріңіз. Тек сау адамдарға ол бейтарап әсер береді. Күніне бір стакан каркаде ішкеннің тағы бір пайдасы шөптің қабынуға қарсы емдік қасиетінің барында. Ағзадан улы заттарды шығарып тазалауға жақсы көмектеседі. Сондай-ақ өттен сөл бөлінуді жақсартып, ағзадан артық сұйықтықты шығарып тастауға, зат алмасымды күшейтуге, ми жұмысын белсенді етуге көмектеседі. Бұл аталғандар каркаденің пайдасы болса, енді каркаденің зиянына тоқталсақ. Каркаденің пайдасы оның зиянды тұсынан басымдырақ. Алайда, оның да кез келген өнім секілді қарсы көрсетілімі бар. Каркадені жоғары қышқылдығы гастрит немесе жараның ұлғайған түрі бар адамдарға абайлап ішу керек. Оны несептас немесе өт тас ауруы кезінде қолдануға болмайды. Себебі ол несеп айдағыш құрал болып табылатындықтан бүйректегі және өт қабындағы ауыртатын тастарды қозғап жіберуі мүмкін. Сонымен қатар, каркаде кей адамдарға аллергия беруі мүмкін. Каркадені кішкентай балаларға, соның ішінде диатезбен қиналатын балаларға бермеңіз. Жүкті және емізетін әйелдерге қауіп деңгейі орнатылмаған, сондықтан дәрігерден кеңес алған жөн. Каркадені қалай дайындау керек? Каркадені әйнек немесе балшықтан жасалған ыдыста дайындау керек. Себебі сусын металмен жанасқанда тұнбаның пайдалы қасиеттерін бұзатын заттар бөледі. 1,5-2 шай қасық шикізатқа немесе 3-4 бүтін гүлге 300 мл қайнаған су құйып 5-6 минутқа қалдырады. Оны ыстық күйінде де, суық күйінде де ішуге болады. Каркадені жемістермен араластырып, шөлді қандыратын сусын дайындауға болады. 2 литр сұйықтық үшін 5-6 қасық каркаде шайы, 2-3 лимон бөлігі, жалбыз жапырақтары, пышақтың ұшымен ұнтақталған даршын және дәміне қарай қант керек. Каркадеге қайнаған су құйып 10-15 минутқа қалдырыңыз. Содан соң жалбыз, лимон және даршынды салыңыз.
тағы да 10 минут күтіп қант салыңыз. Сусынды суытыңыз және мұзбен ұсыныңыз. Қазір каркаде кең таралып, көпшілік оны ыстық елдерден кәде ретінде әкеліп жатады. Ол қысқыда, жазғыда мәзірге келе береді. Достар, бүгінгі пайдалы ақпаратым ұнаса, видеоға лайк басып, төменге өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.